кішкентай менің тыңдаушыларым. Бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы Қостанай облыстық балалар мен жасөспірім кітапханасы өз оқырмандарына түнгі ұйқыға кетерде әжем айтқан ертегі деп аталатын айдарын бастамақшы. Ендеше қош келдіңіздер кішкентай менің көрермендерім. Бүгінгі тыңдар ертегіміздің атауы Сыбызғы сыры деп аталады. Ертеде Асан деген баланың 7 жасында әкесі өліп, жетім қалыпты. Өздері өте кедей екен. Ішерге асы, киерге киімдері болмаған соң, Асанның шешесі жаңыл баласын жетелеп жүріп, ел қыдырып, күндерін күнелтетін болыпты. Күндердің бір күні Жаңыл апа Асанды жетелеп, Тахир ханның сарайына келіп, жәрдем сұрап, мұнын айтыпты. Ханның жаны ашып, жәрдем берудің орнына Жаңылға қарай былай депті. Менің аңға қосатын тазы иттермен күтуші бол. Иттермен бірге жат, тамағын да солармен бірге болады. Ал балам болса, ақсақ-тоқсақ қойларды бақсын. Ерте тұрып, кеш жатасыңдар. Тамақты аз ішіп, жұмысты көп істейтін боласыңдар. Қысқасы, өзің күн, балам құл болады. Ойымдағында жас демесеңдер, бастарында аламын, депті. Жанашыры жақыны, жалтарар өрісі жоқ, Жаңыл мен Асан сол күннен бастап ханның кіріптар күні мен құлы болды. Иттермен бірге жатып, бірге тамақтанды. Айдан ай, жылдан жыл өтті. Ауыр еңбек, итқорлық тұрмыс Жаңылды да, Асанды да әбден жүдетті. Панасыз екі сорлы егіле жылап, жылай берді. Асанның анасы иттердің үстін жуып, жүндерін тарап, тамақтарын беріп жатқызған соң, итқораның есігін ішіне бекітіп алады да, сорлы ана Асанның бауырына қысып, түні бойы зарлап жылайды екен. Қайғы қасіреттің зары өткен шерлі ана мұнын айтып күңіренеді. Ит өмірді итшімін, итпен бірге үйшігім, иттің де бар иесі, иттен де жаман біздің күн. Деген осына өксігі әрман қарай былай жалғасады екен. Ит өмірден құтылып, жарылқайтын күн туып, жақсылық көрер ел бар ма, бәйші шегі құлпырып деп қалықтай жөнеледі. Тамылжыған тәтті үн, асқақ әуен қосыла келіп, Асанды сергіте желпілеп жетелегендей болады екен. Осындай тәтті ән ұшқан қырандай самғайды екен. Ал Асан болса, өзінің бұтақтан жасаған сыбызғысымен сыр шертеді екен. Осындай бір күндерде Асанның алдына ақ бауыр киік ала тандақ екі лағымен Асан арман күйін әуеніне билеп отырған кезде жанына келіп билеп жүреді. Олар би қызығына елге ертіп, өздерінің адамның жанында жүргенін ұмытып кеткен екен. Сыбызғы сыры сызылта шырқаған сайын лақтар Асанға жақындай түседі екен. Сөйте, енесі мен екі лақ Асанды орталарын алып, айнала шапқылап, асыр салып, ойнақтап билей жүретін болды. Өз өнері, өмір қасіретін серпіте сеніккендей болған Асан, егіз екі лақты өзімен бірге туған бауырындай, екеуінің енесі өз анасы Жаңылдай жақын сезініп, жақсы көретін болды. Асанға көңіл көтерер ермек те, көңіл күйін, арман шерін бөлісер достар табылды. Күнде ақсақ достастарын ілбітіп, айдап келеді де, ақ бастаудың жағасына жусатып қойып, Асан сандық тастың басына шығып, сыбызғысын тартады екен. Егіз лағын емізе шұбатып, ақ бауыр киікте келіп, Асанның күйін тыңдап билейді екен. Күндердің бір күні Асан сыбызғы тартып, киіктер билеп, ешбір қапы қайықсыз мәз бейрам болып отыр еді, кенеттен тарс еткен мылтық даусы бар тыныштықты бұзып жібереді. Мылтық даусы көк жалын ащы түтін астында қалған Асан не болғанын біраз ес жиған соң ғана білді. Аузынан шыққан оқтың жалыны әл сейіліп болмаған жезді ауыз шетінін оң қолымен көтере ұстаған Тахир ханның жалғыз баласы келе Асанды қамшының астына салды. Анау асыранды киіктерді маған ұстап бер, әйтпесе өлтіремін қазір. Мырзау, мен сияқты өз тамағын әрен асырап жүрген жалаңаш кедей киік асырай ма? Сіз ұстай алмаған киікті мен қайтып ұстармын? Деді Асан. Хан баласының тепкісінің жолына бере домаланып жата берді. Асанды өзі шаршағанша ұрып, тепкіледі де хан баласы армағына мініп
әкесіне келіп айтты. Ит ішінің баласының биші киігі бар екен, соны ұстап бер маған. Аузы қисық болса да, хан баласы сөйлеген заман деп халық айтқандай, хан баласының айтқаны орындапты. Жаңыл мен Асанды шақыртып алыпты. Биші киікті ертең осы уақытқа дейін менің алдыма әкеліп бермесеңдер, сенің ішіңді жарып итке салғызамын. Сен балаға көзіне қорғасын ертіп келгізамын. Жарлық бір, орындаңдар, депті. Амалы құрыған аналы балалы екі сорлы күн жылап, түн жылап, ақыры ақ бауыр киіктің бір рән сұрап алуға сөз байлапты. Өзі үшін емес, анасын аяған Асан ертесіне ақ бастаудың басына келіп, дос киіктерін шақырды. Көкірегі шерлі қойшының сыбызғыдан шыққан мұны күндегіден зарлы да қайғылы еді. Билеп жүрген киіктер қайтар кезінде бір лағын қалдырып, өзгесі Асанмен қош айтысқандай ишарат білдірді де кетіп қалды. Қалған лақты Асан ханға келіп берді де, аз күнге болса да анасы мен екеуін өлім азабынан аман қалды. Тахир ханның алдында адам түгіл анда қызметсіз дегендіктен жұрт білсін деп тарт сыбызғынды деп бұйырды хан сыбызғышысына. Хан алдына құрдай жорғалап, бөденеде қорғалап, жағымпаздық жәдігөйлігіне әбден төселіп алған сарай сыбызғышы бар өнерін аямастан ойнап жіберді. Бірақ киіктің дағы мөлшеп тұрып алды. Бұған әбден ашуланған, ыза кернеген қан сарайы сыбызғысының басын шауып алды да екінші біреуін алдырып ойнатты. Лақ тағы билемепті. Хан бұл сыбызғышын да өлтіріпті. Үшінші сыбызғышқа кезек келгенде, «Тақсыр, дәт!» деді сыбызғышы. «Дәтің болса айт!» деді хан. «Алдияр ханым, барлық керемет осы лақты билеткен қойшын сыбызғысында. Осы сыбызғысының сыры бар. Сол сиқырлы сыбызғысына алдырып берсеңіз, мен лақты билетер едім», депті сыбызғышы. Хан жендетіне сыбызғышына алып келуге жарлық етіпті. Жендет қой бағып жүрген Асанды басқа бір салды да сыбызғысын алып келді. Сыбызғышы олай тартты, бұлай тартты, лақты билет алмады. Ақырында хан оның да басын алды. Сол елде 250 жасаған бір сыбызғышы қария бар еді. Хан жазықсыз елді зар жылатып, көзіне көрген сыбызғышының басын алып жатыр дегенді естіп, сол қария ханға келіпті де, «Тақсыр хан, бұл лақ ханның жарлығында, сыбызғысының сиқырында да билемейді. Гәп сыбызғысының сиқырында емес, сырында. Ел мұның шағып, жүрек қылын шерткен шындығында. Сыбызғының сазды сыры қойшы баланың нәзік саусақ шебер қолына тигенде ғана ашылады. Сырымен бірге жыры да төгіледі сонда қойшының. Елді бекер қырмаңыз, сыбызғышы қойшының өзін алдырып ойнатыңыз. Онда лақ та билейді, сізбен біз де сазды әуенге кенеліп жадыраймыз», депті. Қария сөзіне еріксіз тоқтаған хан Асанды алдырып ойнатқан екен, лақ бұрынғысынан да тамаша билепті. Асанның өнеріне риза болған хан, «Мен кәретсем құртамын, рақым етсен жарылқаймын. Не тілегім бар? Сұра», депті. «Менің бар тілегім, анам екеумізге бостандық беріңіз. Киіктің лағын өзінің тауына жібертіңіз», депті Асан. Хан айтқан сөзіне қайта алмай, Асанның тілегін орындапты. Сол күннен бастап, Жаңыл мен Асан ақ бауыр киіктің екі лағымен бірге елден елге, таудан тауға жүріп, арман күйін әлемге жайып